Президент жолдауымен шығады дегеннен бастап халықтың көкейінде сұрақ өте көп болатын. Әсіресе елдегі эпидемиялық жағдайлардың салдарынан кейінгі ел экономикасы қалай болмағы көпшілікті алаңдатқан белгілі. Міне осы орайда президент жолдауы көп сұрақтардың нүктесін қойып үлгерді. Дағдарыспен күреске бөлінген 1 триллион қаржының ең бірінші әлеуметтік салаға бөлінгеніне баса назар аударылды. Бұл дегеніміз үкімет бұған дейінгіде өзіне алынған әлеуметтік міндеттемелерді толық орындайтын деген сөз. Яғни зейнетақы мен жәрдемақы алдындағы жылы өседі деп күтілуі. Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы өсуі де ел көкейіндегі сұрақтардың түйінін шешті. Отан отбасынан басталады демекші, жасанды ұрықтандырудың 7 есеге артуы ел демографиясына оң динамика беріп, теріс үрдіс алған жастар арасындағы ажырасудың алды алынбақ. Одан соңғы экология мәселесі 2 миллиардқа жуық егілген тал ел ауасына елеулі жаңартпақ. Жер мәселесінде де шетелдіктерге сатылмайтындығы жолдауына айтылуы жұрт көкейіндегі алаңдаушылықты сейілтті. Президент әркез естуші үкімет болу керек деген ұстанды. Осы игі істің бастамасы ретінде азаматтарды негізсіз жазаға тартудың жою және де құқықтық органдардағы жабдықтарды жою мақсатында толық камерамен қамтуды тапсырды. Яғни сөзден іске көшкенділігін байқап отырмыз. Мұнай заманынан өтіп, білімділер дәуірінің келіп жеткеніне тоқталуда еңсемізді бір көтерді. Білім мен ғылымға қаржының жеткілікті бөлінуін, шетелге ғалымдардың тәжірибе алмасуына қолайлы жағдай жасау үшін болашаққа жарқын үміт сыйлады. Кәсіп ашуға қолайлы жағдай жасау, халықты үймен қамтамасыз етудің аясында кеңейту, ауыл әкімдерімен халық сайлауы елеулі өзгерістерге әкелері сөзсіз. Қоғамды алаңдатқан педофилдер уақытынан бұрын шығаруды доғару тапсыруы көңілдегі күдіктен арылуға мүмкіндік берді. Қорыта айтқанда, белгі жолдау болашаққа арналған бағдарламалардың айқындығын көрсетіп, нақты істердің уақыты келгеніне дәлел іспеттес болды. Осы орайда жергілікті мәслихаттар аталған тапсырмалардың орындалуын, сапалығын ерекше бақылауда ұстайтын боламыз. Бөлінген әр тиынның халықтың игілігіне жаратуының бақылау бұл біздің басты қағидамыз болмақ.